Сәлем достар. Сіздермен бірге мен Айжан. Сіздермен бүгін мынадай әдемі браслетті тоқитын боламыз. Мен үшінші қатарын тоқып жатырмын. Сіздерге қазір көрсететін боламын. Қолда өте әдемі тұрады. Ал бастаймыз онда. Бізге бұл үшін не қажет? 3 мм хрусталь тастарымыз керек. Бисеріміз қажет, ине жібіміз қажет. Бар болғаны осы ғана. Ал кеттік онда. Бірінші мен видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Инемізге 4 бисер өткізіп аламыз. Өткізіп алдық. Кері қарай айналдырып өтеміз. Мындай ромбик жасайтын боламыз. Міне, ромбик. Бірінші бисерімізден тағы да бір рет өтеміз. Осы жерде енді бір бисер алып, жібіміз мына жақта тұр міне. Біз келесі бисерден өтетін боламыз. Бұрыштарын жасайтын боламыз. Тағы бір бисер аламыз. Келесі бисерден. Тағы бір бисер. Келесі бисер. Тағы бір бисер. Және соңғы бисерімізден өтетін боламыз. Бізде мынадай ромбик пайда болу қажет. Енді мына биік тұрған бір бұрышынан өтетін боламыз. Осы жерде бізге 2 бисер, 1 хрусталь, 2 бисеріміз қажет болады. Жібіміз төменгі жағында, жоғарыдан төмен қарай өтетін боламыз. 2 бисерден өтеміз. Тартып қояйық. Бос болып қалмасын. Хрусталіміздан өтеміз. 3 хрусталь аламыз. Жібіміз жоғары жақта, біз төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Әр хрустальдың арасынан былай бисерменен өтетін боламыз. Бір бисер аламыз. Жібіміз мына жақта шығып тұр мына. Екінші хрустальдың арасынан өту үшін арасынан бір бисерді өткізетін боламыз. Тағы бір бисер. Тағы бір бисер. Бисер. Осы жерде хрустальдың арасынан және бірінші өткен бисерімізден өтетін боламыз. Енді 5 бисер алатын боламыз. Жібіміз бергі шетте. Тек бисерден ғана өтетін боламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Bir, 2, 3, 4, 5. Айналдырып өтетін боламыз. Келесі мына жаққа міне біздің қазіргі жасап жатқанымыз міне бірінші қатарымыз, мына бірінші қатар. Мынау бұрыштан бастадық. Енді мынау. Мына келесін тоқу үшін біз мына бетке өтуіміз қажет болады. Мынаның бәрін айналдырып, мына бетке шығатын боламыз қазір.
Енді 4 бисер аламыз. Жібіміз төмен жақта, жоғарыдан төмен қарай өтетін боламыз. Жанындағы бисерден бірдестен өтетін боламыз. 1 бисер, 1 бисер, 1 бисер, 1, 2, 3, 4. Енді бізге мынаны тоқу үшін мына жаққа өту керек болады. Ол үшін тағы да екінші рет бисерлардың арасынан өтуіміз қажет. Енді мына жаққа біз дәл мына жағдай қалай болды, мынаны қалай тоқыдық, дәл солай мына жаққа тоқитын боламыз. Жіп жоғарыда біз төменнен жоғары қарай өтетін боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп ұстап алсаңыздар болады. Барлық жағдай қайталана береді енді. Дәл осының барлығын бірінші бисер, бірінші тоқығанды қалай тоқыдық, дәл солай тоқимыз. Өстіп айналдырып тоқып шығасыздар. Өздеріңізге қажетті ұзындықты тоқып шығасыздар. Екінші қатарын сосын көрсететін боламын. Міне достар, мен екінші қатарын көрсету үшін сіздерге аз ғана тоқыдым. Міне екінші қатарға өту үшін міндетті түрде мына ортадағы 4 бұрышты ромбигімізді жасауымыз қажет еді. Енді екінші қатарға өту үшін біз мына жанындағы бисерден тоқитын боламыз. Бәрі бастапқыдай қайталанады. Мына нелердің буынын қалай тоқыдық, бәрін дәл солай қайталанатын болады. Дәл солай алатын боламыз. Тек жанынан бір шетіне қарап өтетін боламыз. Бәрі мынау буынын тоқығанымыз сияқты қайталанатын болады. Біз енді бұлай қарай жоғары шығу керек болғаннан кейін, біз мына жоғары жағына емес, мына жанына шығатын боламыз. Бұлай жанынан тоқиды да, мына екі басы түйіседі.
Дәл солай 4 сүртуден аламыз. Жібіміз жоғары жақта, біз төмен жақтан кері қарай тағы өтетін боламыз. Бір бисерімізді аламыз. Тағы бір бисер аламыз. Бұл жоғары жақтағы бұрышымыз. Енді мұқият болыңыздар, міне. Мына жерден біз тағы бір бисер қосуымыз қажет еді, біз оны алмаймыз. Мына жерден 1, 2, 3, төртінші ортадағы бисерімізді өтеміз. Сосын соңғы бисерімізден өтетін боламыз. Екі басын түйістірдік. Енді біз мына ұшына қайта келуіміз керек болады. Бәрі дәл солай қайталана береді. Енді осы жерде тағы мұқият болыңыздар. Екеу аламыз. Міне достар, жанынан өту үшін 2 бисер аламыз. 2 бисер. Міне. Ромбигіміздің жанындағы бисерінен өтеміз. Тағы 2 бисерімізді аламыз. Енді мына жаққа өтуіміз қажет болады. Мына жағына, бас жағына қарай. Барлығы қайталана береді енді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Сіздеріңізге сәттілік.